Сәлем достар, бүгін болгар бұрышының адам ағзасына пайдасы туралы ақпараттармен бөлісеміз. Менің парақшама жазылып, лайк басыңыз. Болгар бұрышы бізге Болгариядан келеді, сондықтан оны болгар бұрышы деп атайды. Оның құрамында көптеген пайдалы заттары бар. А, Б, Е, П дәрумендері. Калий, натрий, кальций, мырыш, магний, фосфор, кремний, темір және йод. Бұл көкөністі С дәруменнің рекордтық мөлшері үшін аса бағалайды. 100 грамм болгар бұрышында С дәруменнің 3 тәуліктік нормасы бар. Ол лимон мен қара қарақаттың құрамындағы С дәруменіне қарағанда өте көп. Болгар бұрышын тұтынуға қатысты қатаң шектеу жоқ. Ол Паркинсон сынды көптеген аурулардың алдын алады. Болгар бұрышын төмендегідей ерекшелігі бар адамдар жеу керек. Темекі тартатын адамдар, себебі олардың ағзасында С дәрумені нашар сіңіреді. Қан тамырлар жүйесі аурулары бар адамдар. С және П дәрумендерінің үйлесімі қан тамырларды бекітеді және олардың игіліштігін арттырады. Қан қысымы жоғары және асқазан ішек жолы аурулары бар адамдар. Бұрыштың құрамындағы капсаицин асқазан жұмысын ынталандырады, артериялық қысымды төмендетеді, қанды сұйылтады және қан ұйығаның түзілуіне қарсы тұрады. Жүрек ауруы бар адамдар. Болгар бұрышының құрамындағы ликопин жүрек бұлшықетін қатайтады. Болгар бұрышын кімдер жеуге болмайды? Созылмалы ауруы бар адамдарға болгар бұрышын жеуге болмайды. Ойық жара, гастрит, бауыр ауруы, бүйрек ауруы, қояншық, жүйке жүйесінің қозуы, жүректің ишемиялық ауруы және аллергиясы бар адамдарға болгар бұрышын жеуге болмайды. Сіздермен ақпарат бөліскен адам Әнт тағам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.